Мен YouTube'da біраз жыл болдым. Түрлі тілде, түрлі бағытта каналдар жасадым. Көбін өсірдім, көбінде сүріндім де. Бүгін саған мынаны айтам. Егер мен қазір 0 жазылушыдан, қалтамда ақшам болмай, айналамда ешкім болмай қайта бастасам, не істер едім? YouTube'да неге назар аудартар едім? Бұл 8 нәрсе. Дайын болсаң, бастайық. Ең алдымен мен өз көзқарасымды өзгертер едім. Саған YouTube'да оңай ақша бар деп жүрген әркім саған бірдеңені сатып жатыр. Ал шындығында YouTube'да оңай ақша жоқ. Мынаны есіңе сақта. YouTube'ға кіргендердің 99% бірінші каналын өсіре алмайды. Мен де бірінші каналымды өте жақсы жасадым деп ойладым. Бәрін дұрыс істедім, ақшасы міндетті түрде ашылады деп сендім. Бірақ бастағаныма 3 ай болғанда олай еместігін көрдім. Егер осы көзқарасты өзгертпесең, каналым бірден өседі, ертең ақша табам деп ойласаң, үлкен жаңылысқа түсесің. Сондықтан мақсатты дұрыс қой. Бірінші, каналымнан ақша таппауым мүмкін. Мұны білеміз. Алғашқы 6 айда ақша таппауымыз мүмкін. Мұны да білеміз. Мұны білмесек, оп-оңай күйіп те кетеміз. Яғни burnout боламыз. YouTube'ды тез тастап кетеміз. Мұнша теріс сөйледім, бірақ YouTube'дың жақсы жағы да көп. Адамдар айына жақсы табыс табу үшін жылдап оқиды, еңбектенеді. Ал YouTube'да шынымен жақсы ақша бар. Тек оңай ақша жоқ. Осыны миыңа орната алсаң, орта әрі ұзақ мерзімде каналдарыңды әлде қайда оңай өсіресің. YouTube'да оңай ақша жоқ. Ал бірінші нақты қадам не? Бәрі ниша таңда дейді. Мен ниша таңдамас едім. Нишаны өзім жасар едім. Мынаны айтайын, қазір ниша тапқанда, канал ашқанда бәрі қолданатын тактика бірдей дер. Барлығы бір жерден танымал каналдарды тауып алады, соны бір-біріне айдап жатыр. Ал басқа ютубер кандидаттар сол каналдарға ешбір сұрақсыз, яғни оны зерттемей прямой кіріп жатыр. Дәл осы жерде мен үлкен мүмкіндік көремін. Бәсекелестерімнің бәрі бір-бірін көшіріп жатыр. Бұл мен үшін керемет мүмкіндік. Себебі олар бәсекеден өздері шығып қалады. Next Level сияқты ниша көрсететін құралдар бар. Мына нишаны жаса, 10 видеода мынанша қаралымды жинапты. Бір ескерту, бұл құралдарға каналдардың бәрі кірмейді. Тек белгілі каналдар ғана тартылады. Ал оларды әлде қашан мыңдаған, жүздеген мың адам көрген. Сондықтан ол каналдарға кірудің мәні қалмайды. Мысал айтайын, сондай құрал саған ниша деп бір видеоны береді. Айталық, бір ай бұрын 714 мың қаралым жинаған. Сен оның тақырыбын YouTube'дан іздей бастайсың. Тек бүгін жүктелген видеоларды сүзгіден өткізесің. Сонда не көресің? Бір сағат бұрын жүктелген видео 4 қаралым алған. Бір күн бұрын 0 қаралым. Тағы біреуі 1 қаралым. Осындай каналға кіргің келе ма? Демек, мұны бәсекені сүзу деп қабылда. Бұл видео құралға түскендіктен оны мыңдаған адам Үндістандағы, Америкалықтағы, Вьетнамдағы барлығы оны қазір көшіріп жатыр. Ал сен бұл жолдан бас тартқанда сол бәсекеден бір қадам озасың. Ендеше не істейміз? Нақты кеңес, жұмыс деген бір концепт бар. Өзіңе 20-50 негізгі тақырыпты белгілеп ал алдын ала. Футбол болсын, жаңалық болсын, ойын сауық болсын, тағы да басқа. Сосын сол жұмыс деген концепттерді жаңағы көрген категорияларыңа қарай бейімде. Сенем бұл көшіруден әлде қайда көп нәтиже береді. Ал ең бастысы құралға түскен каналдарды ешқашан көшіріп, жай ғана көшіріп қоя салма. 2022 бір оқиғаны айтып берейін сіздерге. Сол кезде әлі жаңа кезімде бір табысты каналымды жұртқа ашық көрсеттім. Мысалға, өзімнің каналымның біреуін көрсеттім сіздерге. Осындай нәрсені жасадым, сендер де жасай аласыңдар дедім. Бірақ көшірмеңдер, көшірсеңдер каналдарың жабылады деп те ескерттім. Осыдан шабыт алып, одан да жақсысын жасаңдар дедім. Нәтижесі не болды дейсің ғой? Мыңдаған адам сол каналды көшірді, әрі айналдырған бір айдың ішінде қалыс қалмай бәрінің ақша жабуы тоқтатылды. YouTube саясаты бұрында, қазір де бірдей. Тым көп канал көшірілсе, жауып тастайды. Бір-бірінің тура көшірмесі контент жасалатын алаңда жабылулар да қалыпты нәрсе. Сондықтан бұған ерекше мұқият бол. Нөлден бастасам, жасамайтын келесі нәрсем әркімді тыңдау. Қазір кез келген адам білім беру каналын ашып, бірдеңе түсіндіріп жүр. Кейбірін көрсең, тәжірибелі адамның өзі шошиды. Сондықтан алдымен мынаны сүзу керек. Өзін әлі дәлелдей алмаған, ешбір канал аша алмаған, немесе бар болғаны бір каналда ғана табысқа жеткен адамнан аулақ бол. Ондай адам бір каналды ашады да, сол каналдағы барлық дұрысты YouTube'тың дұрысы деп қабылдап, соны бәріңе тыңдатуға тырысады. Ал сен бір каналдан солай сәтті болдың делік, бұл YouTube'тың солай жұмыс істеуі керек дегенді білдірмейді. Мұнда жүздеген параметр бар. Әрі сол жүздеген параметрден үйренетін тұс әлі өте көп. Дұрыс емес ақпаратпен жүру бізді әрқашан артқа тартады. YouTube'да білім жағы керемет маңызды. Себебі бұл Instagram сияқты тұрақты алгоритмі бар алаң емес. Мұнда өзгермелі тұс көп. Әрі ақша табылатындықтан бәсекеде қатты. Дәл сол бәсекеде
қалай алға шығатыныңды білуің керек. Бұл басымды қабырғаға соғып барып үйренген шындығым. Мен өзімді жегіде жейтін жүйе құрмас едім. YouTube'та ақша табу шынымен ләззат беретін, адамды көтеретін іс. Мен мұны құмар ойын психологиясымен жиі салыстырамын. Себебі аз еңбекпен жақсы ақша табуға болады. Бірақ мұнда абайсызда өзіңді құртатын жүйе құрсаң, оп-оңай күйіп кетесің. Менің жақсы жүріп тұрған бірнеше каналым бар еді. Өте жақсы кетіп барам. Мынаны да ашайын, ананы да ашайын дедім. Демалыссыз өзіме уақыт бөлмей, үнемі жұмыстың ішінде болдым. Күніне 14, 15, 17, кейбір кездер 18 сағат ұйқыдан бас тарттым. Үнемі ақша ойлаймын, үнемі YouTube'ты ойлаймын. Сосын байқадым, күн өткен сайын уже миым жұмыс істемей баратыр. Сондықтан шынайы бол. Бір канал жасайсың, ондағы әр видеоға белгілі уақыт болсын. Мұны неше күнде бітіре аламын? Соған шынайы мақсат қой. Нақты есептейік. Нөлден бастасам, яғни ақшам да жоқ болады примерно. Отбасын асырауым керек, әрі бір жерде жұмыс істеймін. 8 сағат жұмыс, 2 сағатым жолға кетті, 14 сағат қалды менде. Оның 8 сағатын ұйқы дей, қалды 6 сағат. Оның 1 сағаты тамақ, 2 сағаты отбасыма кетеді. Қалды 3 сағат менде. Шынайы мақсат деп мен осыны айтамын. Күніне тек 3 сағатым бар. Осы 3 сағатпен күніне бір видео жасай аламын ба? Айталық, бір видеоға 8 сағат кетеді. Ендеше аптасында бір күн демалыс белгіледі, 3-4 күнде бір видео шығар. Ұйқыңнан ұрлама. Күнде видео шығаруға тырыспа. Күнде шығарғанда 4 күнде бір шығарғанда екеуі YouTube'та бірдей. Тіпті кейбір бағытта 3-4 күнде бір шығаруың жақсырақ. Алгоритм каналыңды баяу әрі жақсылап түсінеді. Ең бастысы 30 күнде 30 видео салып каналды өсіремін деп ойлама. 6 айлық жоспар құр. 6 айда 30-40 видео саламын. Осы 6 айда ақшамды ашамын десең, әрі берік қадаммен жүресің, әрі оңайлықпен күйіп кетпейсің. Есіңде болсын, каналдың тек бастама деңгейіне жетуінің өзі кемінде 20 видеоны алады. Нөлден бастасам 2 каналдан артық ашпас едім. Бірі ұзын видео каналы, екіншісі шортс канал. Үшінші, төртінші каналдарды мүлде ашпас едім. Әрі назарымды шашыртар, кез келген нәрседен аулақ болар едім. Қара, категорияны белгілейміз, каналды ашамыз, идеямыз тұрақты. Бірақ арада 1-2 күн өткенде одан да әдемі категорияны көреміз. Шын мәнінде әдемі деп ойлаймыз. Бір сөз бар ғой, әркімнің егіні алыстан жасыл көрінеді. Каналыңның жоспарына адал бол. Сол жасыл көрінген егінге кірсең, ондағы қиындықтармен де бетпе-бет келесің. Оның орнына бастапқы жоспарыңа адал болып, ең көбі 2 каналды жүргізсең, тым шашырамасаң, өзіңе өте жақсы болады. Бір каналды бастадың ба, басқа уақытың жоқ шығар. Ниша іздейтін сайттарға кірме. Мүлде категорияларды зерттеме одан кейін. Канал аштың өйткені. Тіпті YouTube туралы білім видеосын да көрме. Тек сол каналға шоғырлан. Сол үшін жұмыс істе. Каналың өсіп, белгілі деңгейге жетті, енді уақытың бар сенің. Бос уақытың енді болады. Жаңа категориямен айналысатын болсаң, сонда жаңа канал ашуға болады. Одан кейін бар. Нөлден бастасам, тағы бір істейтінім адам психологиясын үйрену. Мұны айтатын адамды бәлкім таба алмайсың. Мына сөзді ұмытпа. Алгоритм адамдарды бақылайды. Сен адамдарды шешсең, алгоритмді да шешесің. YouTube'тың әр нүктесінде, әр параметрінде дерлік психология жатыр. Обложка жасаймыз, адам психологиясына сай жасауымыз керек. Тақырып, мәтін, көрермен психологиясына сай. Аудиторияң не қалайды? Ақша тапқысы келе ма, қорыққысы келе ма немесе мұңайғысы келе ма, қуанғысы келе ма сенің видеоларыңды көріп. Аудиторияң нені қаласа, соған сай обложка, соған сай тақырып, соған сай мәтін жазамыз. Соған сай тақырып табу керек. Өзің жүрген категорияңдағы адамдардың сенен күтетінін шеше бастасаң, сол жерде түйін өзінен өзі шешіледі. Дәл сол сәтте алгоритмді де анық шешесің. Себебі алгоритм адамдардың әрекетіне қарайды. Сондықтан бұл тақырып өте маңызды. Мен адам психологиясын міндетті түрде үйренетін едім. Келесі нәрсе тағы ең маңыздыларының бірі, жасанды интеллектті ісімнің қожайыны емес, жұмысшы ретінде қолданатын едім. Қара, бүгінгі ең озық жасанды интеллект құралдарының өзін алсаң да, ChatGPT болсын, Gemini болсын, Cloud болсын, ең жоғарғы нұсқасын алсаң да, ол сенің басыңдағы обложкадан жақсырақ обложка жасай алмайды. Басыңдағы тақырыптан жақсырақ тақырып жаза алмайды. Мүмкін шаблон құрып береді. Мынаны қолдансаң болады дейді. Бірақ оны алдыңғы психологиялық ең жоғарғы деңгейге көтеретін адам ол сенсің. Жасанды интеллектте қай видеолар қаралып жатқанын білмейді. Сенің категорияңды көрмейді. Барлық каналды сканерлемейді. Каналдарды сен білесің. Категорияны сен білесің, аудиторияны да сен білесің. Сондықтан жасанды интеллект жұмысшы ретінде ғана қолдануымыз керек. Қожайын әрқашан өзің бол. Тақырыпты өзің тап. Ал жазу бөлігі, сценарий керек пе? Бөлек сценарий жалдаудың қажет жоқ. Жасанды интеллект оны жасайды. Дизайн керек пе? Басыңдағы идеяны бер, жасанды интеллект жасайды. Photoshop білетін дизайнер жалдамайсың. Сипаттама керек пе? Қалай жазу керектігін айт, жасап береді. Бірақ мынау емес. YouTube'та жасанды интеллект бар, енді ешбір еңбексіз ақша табам. Олай емес. Бұрын бір іске 5 сағат жұмсасақ, қазір сол іске максимум 1 сағатымыз жұмсаймыз. Бұл жасанды интеллекттің бізге әкелген жақсылығы. Оның біздің жұмысшымыз екенінің дәлелі.
дәлелі. Бірақ біз жасанды интеллектті ешқашан қожайын етпейміз. Себебі олай ақша табылмайды. Табылса, мен саған келіп отырып алып, ей, жасанды интеллект орныңа сенің орныңа ақша тапсын деп айтатын едім. Ондай әлем жоқ. Соңғы нәрсе, мен бір қауымдастықпен бірге жүретін едім. Менің көп жылдан бері байқағаным мынау: адамдармен ақылдасу. Жаңадан бастағандардың білікті адамдарға сұрақ қоюы, канал өсірген адаммен әлі өсірмеген адамның әңгімелесуінің өзі шынымен өте маңызды. Мен болсам кемінде бір YouTube қауымдастығына қосылар едім. Мысалға, біздің қауымдастығымыз. Осы видеоның астына номерімді жазам, сол номерге жазыңыз, сізді өзіміздің ютуберлердің группасына қосайын. Қайсысы екені маңызды емес, себебі айналаңда YouTube туралы сөйлесетін ешкім болмайды. Менде де болмаған басында. Содан кейін өзіміз аштық біз. Ал қауымдастыққа қосылсаң, дәл сол алаңда ойнап жүрген адамдармен сөйлесу мүмкіндігіне ие боласың. Ондай адамдармен сөйлесудің өзі саған сондай жақсы әсер етеді. YouTube'ты жалғастыруға үміт, мотивация береді. Әрі каналдарыңды да табыстырақ жүргізесің. Жинақтайық. Нишаңды өзің жаса, дұрыс адамдарды тыңда, өзіңді құртпа, шашырама, адам психологиясын үйрен, жасанды интеллектті қожайын емес, жұмысшы ретінде қолдан. Әрі ешқашан жалғыз жүрме. Бірінші ақшаны табу шамамен 6 ай алатынын видеоның басында айттым. Міне, осы 8 нәрсе сол 6 айды аман есен өткізетін дүние. Бұл ақпарат пайдалы болса, каналымызға жазылып алыңыз, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Мыналардың қайсысы сізге ең қиын болып көрінді? Соларды комментарийға жазыңыз, бірге талқылайық. Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.